Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тәбет ашатын дәмді салаттың рецептісімен бөліспекшімін. Ол үшін алдымен етті соломка етіп турап аламыз. Содан соң тұздалған қиярды да дәл солай соломка етіп тураймыз. Сонымен қатар сырды да солай соломка етіп турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан соң тәрелке орналастырып, жанына горох қосамыз. Ортасына майонез құйып, үстінен ұсақталған сарымсақ себелейміз. Осымен салатымыз дайын. Ас болсын.